بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تنقل من شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه دروس المهمة لعامة الأمة деген кітабын бастаймыз. Yani барша үмбетке арналған маңызды сабақтар деген кітабы. Бұл шейх ибн Баз рахималлаху тағала бұл кітапты жинаудан мақсат жалпы мұсылмандарға өздеріне дінне ең маңызды деген, ең керекті пайдалы ілім дегенді жинап берген. Яғни бізде мысалы ілімді ғалымдар екіге бөледі. Яғни ілім үйрену, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, фаридатун аля кулли муслим деп айтады. Ілім үйрену бүкіл мұсылманға парыз деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Осыны ғалымдар түсіндірген кезде фард дегенді, яғни парыз деген, міндет дегенді ғалымдар ілімді екі түрлі парызға бөледі. Фардул кифая және фардул айн. Яғни әрбір мұсылманға парыз болатын ілім, және де жалпы мұсылмандар арасынан кейбіреулер білетін болса, қалған мұсылмандардан бұның күнәсі мойындарынан түседі деген. Фардул айн деген мәселелердің түгелін шейх ибн Баз рахималлаху тағала осы кітапта жинаған. Дурусул мухимма ли амматил умма. Яғни уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Яғни барша мұсылман үмбетіне арналған маңызды сабақтар. Және де ол айтады ад-дарсул аувал, бірінші сабақ, яғни сабақ қылып бөліп қойған. Айтады ад-дарсул аувал, бірінші сабақ, суратул фатиха ва қисару суар деп айтады. Яғни фатиха сүресін үйрену, және де қысқа сүрелерді үйрену дейді. Айтады рахималлах, суратул фатиха ва ма амкана мин қисари суар мин сурати зилзала иля сурати нас талқинан ва тасхихан лил қираа ва тахфизан ва шархан лима яджибу фахмуху деп айтады. Яғни барша мұсылмандарға парыз болатын нәрсе бұл не? Фатиха сүресін үйрену және де қысқа сүрелерді үйрену. Қысқа сүрелер дегеніміз Зилзала сүресінен бастап Нас сүресіне дейін деп айтады Абдул-Азиз ибн Баз. Және де соны тәлқин қылу, яғни тәлқин деген үйрету, яғни ауызша үйрету, және де тасхихан лил қираа, және де адамдар оқып береді дейді, жаңағыда ұстазға немесе мұдарриске оқып береді, ол мұғалім жөндеп береді олардың қирааларын, яғни дұрыстап оқу керек. Тахфизан, және де жаттатқызады, және де шархан лима яджибу фахмуху, және де түсіндіру керек нәрселерді түсіндіріп беру керек деп айтады ұстаз. Яғни қазір біздің санымыз аз болғандықтан Фатиха сүресін тексеріп көреміз, қалған сүрелерді артынан иншаллаху тағала бір жағдай болса, немесе жақсырақ білетін адам қалған сүрелерді тексеріп береді. Фатиха сүресін оқы. Ал мағынасына келетін болсақ, суратул фатиха, суратул зилзала, немесе суратул қисару сур, яғни кіші сүрелердің мағынасына келетін болсақ, қысқаша айтып кететін болсақ, суратул фатиха бұл сүре, яғни фатиха деп аталуының себебі ол Құранды ашатын сүре. Фатиха деген ашушы деген сөз. Және бұл сүренің көптеген аттары бар. Шафия деген сөз аты бар. Яғни руқия деген аты бар. Яғни шафия деген емдеуші. Руқия деген руқия. Сосын оның аттарының бірі Ал-Құранул Азим, яғни ұлы Құран деп Фатиха сүресі айтылған. Саба мәсәни деп айтылады. Саба мәсәни, яғни 7 қайталанып келетін аяттар деп айтылады. Бұның түгелі Фатиха сүресінің аттарынан. Ал араб тілінде қандай қағида бар? Егерде бір нәрсенің аттары көп болатын болса, бұл нәрсенің ұлылығына дәлел. Егерде бір нәрсенің аттары көп болатын болса, сипаттары көп болатын болса, бұл нәрсенің ұлылығына дәлел. Сондықтан біз көретін болсақ, Алла субхана ва тағаланың аттары мен сипаттары өте көп. Бұл деген Алла субхана ва тағаланың толықтығына, кемелдігіне және ұлылығына дәлел болады. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам аттары көп. Яғни Ахмад, Махи, Набиюр Рахма, Набиюл Малхама, және де басқа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 20-дан астам аты бар. Бұны түгел пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ұлылығымен, толықтығымен, кемелдігіне дәлел. Сондықтан бір нәрсенің аттары қанша жақсы мадақталатын аттары көбірек болса, соғұрлым сол нәрсе жақсырақ, ұлығырақ, толығырақ, кемелірек болады. Дәл солай сияқты суратул фатиха, Фатиха сүресі. Және де бұл Фатиха сүресі негізінде бұл Аллах пен оның құлының арасында болатын
бір мунажа, яғни сөйлесу, сырлы не диалог десек болады. Себебі Абу Хурайра радиаллаху анхуның хадисіне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Иза қала ал-абду альхамдулиллахи раббил аламин, қала Аллаху азза ва джалла хамидани абди" деп айтады. Егерде құл альхамдулиллахи раббил аламин дейтін болса, Алла субхана тағала менің құлым мені мадақтады деп айтады. Ар-рахманир рахим деп айтатын болса дейді, менің құлым асна алейя абди дейді, менің құлым мені мадақтауды қайталады дейді. Малики яумиддин деп айтатын болса, маджадани ал-абди, менің құлым мені ұлықтады дейді. Ияка нa'буду ва ияка настаин дейді, хаза байни ва байна абди дейді. Ияка нa'буду ва ияка настаин деген кезде Алла субхана тағала алдып айтады, бұл менің құлымның арасындағы нәрсе деп айтады. Яғни Фатиха сүресінің алғашқы 3 аяты Аллахқа мадақ. 4-ші аяты Аллах пен оның құлының арасындағы байланыс, ол ғибадатпен және истиана, көмек сұрау. Содан кейін қалған түгелі құлға байланысты нәрселер. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, ғайрил мағдуби алейхи валаддалин. Хаза ли абди ва ли абди ма саал деп айтады Алла субхана тағала. Бұл менің құлыма дейді, яғни құлым менен не сұраса, осыдан кейін мен оған беремін деп айтады. Сондықтан осы нәрсені әрдайым Фатиха сүресін оқып жүрген адам осы хадисті есіне сақтап жүру керек. Намазда оқыған кезде Алла субхана тағала тікелей ол құлмен сөйлеседі. Тікелей ол құлмен сөйлеседі, осы хадиске сүйенетін болсақ. Және де Фатиха сүресінің мағынасына келетін болсақ, альхамдулиллахи раббил аламин, альхамду деген кеше айттық, бұл жақсы көріп және де ұлықтап жасалынатын жаңағындай мадақталып жатқан нәрсенің кемел сипаттары үшін мадақтау. Яғни кемел сипаттары үшін мадақтау. Жақсы көріп және де ұлықтап. Яғни бұл жерде жүректің амалы бар, және де бұл жерде тілдің амалы бар. Альхамдулилля деген. Альхамдулилля, күнде айтамыз, альхамдулилля, альхамдулилля. Мағынасы осы. Ол жүрекпен болу керек. Қандай біздер Алла субханала тағаланың кемел сипаттары үшін оны мадақтап жатырық. Толық бүкіл кемел сипаттары үшін мадақтап жатырық. Және де бұл хамд, Ибн Қойым рахималлаху тағала айтқандай, қашан яғни шарықтау шегіне жетеді. Яғни қашан ең кемел түрде болады, ең толық түрде болады. Және де бұл біз әл-хамд дегенде, әл деген кезде әл-истиғрақия деп айтады ғалымдар. Яғни мадақтың бүкіл түрлерін қамтитын нәрсе деп айтады. Қашан болады? Қашанда біз мадақтап жатқан нәрсе көбірек кемел сипаттың иесі болса. Түсінікті ма? Сондықтан альхамдулиллахи раббил аламин деп айтқан адамның хамд деген сөзінің, яғни мадақтау деген сөзінің мағынасы қашан дұрыс болады, қашан толық болады, қашан да ол Алла субханала тағаланың есім сипаттарын бекіткен болса. Ал кімде-кім Аллахтың субханала тағала есім сипаттарын жоққа шығаратын болса, немесе кейбір сипаттарын бекітіп, кейбір сипаттарын жоққа шығаратын болса, бұның альхамдулилля деген сөзінің мағынасы жоқ болып қалады. Альхамдулилля деген сөзінің мағынасы жоқ болып қалады. Себебі аль деген бұл жерде лил истиғроқ, яғни хамдтың бүкіл несін қамтиды, түрлерін қамтиды. Осыны Ибн Қойым рахматуллахи алейхи өзінің Сауайқул Мурсала кітабында айтады. Және де альхамд пен мадахтың айырмашылығы бар. Мадах деген нәрсе ол әрдайым жақсы көріп немесе ұлықтап болмайды, мадақтау. Ол араб тілінің кеңшілігіне байланысты. Бізде мадақтау, араб тілінде мадах пен хамдтың айырмашылығы бар. Және де мадах кемел сипаттары үшін болмауы мүмкін. Мысалы, біздер жарға мадах жасай аламыз. Кемел сипаты жоқ, еш нәрсе сипатталмайды. Бірақ мақтай аламыз. Күшті жар екен, күшті сырланған жар екен деп та. Бірақ хамдты айта алмаймыз. Неге? Себебі оның кемел сипаттары жоқ. Түсінікті ма? Осы хамд пен мадахтың айырмашылығы. Ал хамд пен шүкіршіліктің айырмашылығы қандай дейтін болсақ, шүкіршілік дене мүшемен болады. Яғни шүкіршілік тілмен де болады, жүрекпен де болады, және де дене мүшемен болады. Дұрыс па? Хамд немен болады? Тек қана жүрекпен және тілмен болады, амалмен болмайды. Түсінікті ма? Осы жерден шүкіршілік кеңірек, хамд тарырақ. Бірақ хамд басқа жерден кеңірек. Хамд Алла субхана тағала беретін нығметтері үшін болады, және де өзіне қатысты сипаттар үшін де хамд айта береміз. Мысалы, кибрия сипаты бар, азама, ұлылық сипаты бар, үлкендік сипаты бар. Алла субхана тағала басқа сипаттар үшін біз оған хамд айта аламыз. Яғни бұл сипаттар бізге нығмет ретінде, және сый ретінде бізге түспейді. Бірақ басқа сипаттар бар бізге түсетін. Мысалы, рахма сипаты, мейірімділік сипаты, махабба сипаты. Ол үшін де біз Алла субхана тағала мадақтай хамд айта аламыз. Бірақ шүкіршілік тек қана Аллахтың нығметіне болады. Шүкіршілік тек қана Аллахтың нығметіне болады, ал Аллахтың затына байланысты сипаттарға қатысы жоқ. Сондықтан осы жерден хамд кеңіректе, шүкіршілік тарырақ. Түсінікті ма? Яғни екеуінің айырмашылығы осы. Хамд пен
шүкіршіліктің айырмашылығы осыда деп айтады. Ары қарай альхамдулиллахи роббил аламин. Яғни бұл хамд тек қана Аллахқа ғана лайықты. Яғни хамдтың ең толығы, ең кемелі тек қана Аллахқа ғана лайықты. Неге? Және де Аллах деген ат ол Алланың ең үлкен аты, ең ұлы аты, және де бұл аттарға қалған аттардың түгелі ереді. Және де Аллах дегеннің мағынасы араб тіліндегі тәңір, яғни құдай деген мағына, құлшылыққа лайықты деген мағынаны білдіреді. Сондықтан Аллах деген сөздің, яғни аттың ішінде сипат бар. Қандай сипат? Улухия. Сондықтан Аллах субхана ва тағаланың әрбір есімінде сипат бар. Бізде осындай қағида бар. Аллах табарак ва тағаланың әрбір есімінде сипат бар. Неге? Себебі Аллах субхана ва тағаланың есімдері кеміл және де хусна, көркем есімдер. Көркем есімдер деген мағынасының бірі, көркем есімдер деген мағынасының бірі, әр есім өзінің ішінде сипатты қамтиды. Уалейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Сипатты қамтиды. Яғни басқа пенделердің есімдері олай болуы мүмкін емес. Біреудің аты Абдулла болуы мүмкін, бірақ Абдулла ол сипатты қамтымайды. Расында бұл Абду шайтан болуы мүмкін, шайтанның қолы болуы мүмкін. Түсінікті ма? Біреудің аты Ахмад болуы мүмкін, Ахмад мадақталатын. Бірақ расында бұл музамман болуы мүмкін. Яғни датталатын болуы мүмкін, да, расында. Түсінікті ма? Сондықтан пенденің есімдері әрдайым бұл есімнен шығатын сипатты қамтымайды. Ал Аллах тағаланың есімдері сол есімнен шығатын сипатты қамтиды. Дәл сол сияқты Аллах деген аттың ішінде улухия сипаты бар, яғни құлшылыққа лайықты деген сипат бар. Сондықтан құлшылықтың түгел түрлері Аллах тағалаға ғана арналу керек. Сондықтан құлшылықтың әрбір түрі тек қана Аллахқа ғана арналады. Қалған махлуқаттарға, қалған пенделерге, ол періштелері бола ма, пайғамбарлар бола ма, және де одан төмен пенделерге ешқандай құлшылықтың түрін арнау болмайды. Неге альхамдулилля, неге Аллах хамдқа лайықты тек қана Аллах? Себебі ол роббил аламин, бүкіл әлемдердің Раббысы. Бүкіл әлемдердің Раббысы. Рабб деген сөз араб тілінің тарбия деген сөзінен шыққан. Тарбия деген сөзінен шыққан. Бұл тәрбие не амма болады, тарбиятул амма және тарбиятул хасса болады. Тарбиятул амма, яғни жалпылай тәрбие, Аллах табарак ва тағала бүкіл махлуқаттарын, бүкіл жаратылыстарын, жаңағындай жаратылыстарына осы жерде өмір сүруге әртүрлі ризық, әртүрлі себептер ашып қояды, нығметтер ашып қояды. Бұл тәрбие амма. Бұл мұсылмандарға да болады, мұсылман еместерге де болады, адамдарға да болады, жануар жәндіктерге де болады, басқа нәрселерге де болатын Алла субхана тағала тәрбиесі. Яғни өсіреді ол нәрселерді. Өсіреді, оның денесін өсіреді, оның ақылын өсіреді, оған мал береді, оған басқа да нәрселер береді, және де өмір сүруге әртүрлі себептер ашып береді. Және де тарбиятул хасса болады. Тарбиятул хасса, яғни жеке тәрбие. Жеке тәрбие дегеніміз ол Аллах табарака ва тағала әрбір мұсылманға ғана болатын тәрбиесі. Яғни оның жанының, рухының тәрбиесі. Яғни оған исламды үйретуі, иманды үйретуі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетін үйретуі, бұның түгелі Рабб деген сөз, Рабб деген Алла субхана тағаланың аты осы нәрсенің түгелін қамтиды. Яғни Рабб дегенді біз қалай аударсақ болады қазақшаға? Раббы деп айта береді, қазақшада Раббы деп айтады. Аламин деген сөз, алам деген сөз, араб тілінде алам деген сөз белгі деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бүкіл махлуқаттар Аллахтың бар екендігіне, және жалғыздығына, және де кемел екендігіне дәлел болады. Әрбір махлуқ. Сондықтан Алла субхана тағала алдап айтады: "Ва фи анфусикум афала тубсирун" дейді. Сендердің өздеріңде Аллах тағалаға дәлел бар дейді. Сендердің денелеріңде, сендердің жанында мінез құлықтарында, сендердің фитраларыңда, сендердің сезімдеріңде Аллах тағалаға дәлел бар деп тұр. Алам деген сол. Яғни әрбір нәрсеге қарайтын болсақ, әрбір махлуққа қарайтын болсақ, бұның өзі Аллахтың бар екендігіне дәлел. Аллахтың бар екендігіне дәлел. Сондықтан біздер мысалы тек қана бір мысалды келтірейік. Адамның негізі ол сол мүшеден шығатын бір тамшы. Бір тамшы. Сосын ол құрсаққа барады. Құрсақта Аллах оны өсіріп не қылады? Бірінші қан қылады, ұйыған қан қылады. Содан кейін бір тілім ет қылады. Содан кейін жаңағындай кішкентай нәресте қылады. Содан кейін ол осылай осы жерге шығады, осындай жерге шығады да кәдімгі адам болады. Кім оны жасап жатқан? Кім оны жасап жатқан? Әйелдің ішінде немесе сол нәрсені өсіріп жатқан кім? Аллах табарака ва тағала. Сондықтан түгел махлуқтар, бұлардың түгел Алла субхана тағала дәлел. Алла субхана тағала. Сондықтан Аллах табарака ва тағала Роббил аламин деп айтты.
Альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим дейді. Және де Алла субхана тағала екі есімін айтты. Ар-рахман және де рахим. Ар-рахман, ар-рахим екі есім мейірімділік дегенді білдіреді. Екеуі де мейірімділік сипатын. Бірақ ар-рахман ол не? Үлкен мейірімділіктің иесі деген сөз. Және де бұл мейірімділік Аллах табарака ва тағаланың өзінің затына тән нәрсе. Ал ар-рахим деген мағынасы өзінің мейірімділігін құлдарына жеткізуші деген. Айырмашылық осы. Ар-рахман Аллах субхана тағала өзінің мейірімділік сипатына байланысты. Ал ар-рахим өзінің құлдарына мейірімділігін жеткізуші. Сондықтан ар-рахман, ар-рахим есімдерін және рахма сипатын жақсылық қалау деп тауил жасауға болмайды. Немесе рахма, яғни мағынасы өзгерту болмайды. Тауил деген мағынасы өзгерту. Немесе рахма дегеннің біз мағынасы түсінбейміз деп тафуид жасауға болмайды. Бұлар неге рахманы сіздер жоққа шығарасыңдар, неге оны тауил қыласыңдар, неге оны тафуид қыласыңдар деген сұрақ қойылатын болса, бұлар нағыл деп айтады. Рахма бір нәрсеге жаңағындай қалай мейл қылу, яғни склонность деп айтады. Бір нәрсеге, яғни бір жақсылық нәрселерге мейл қылу деп айтады. Сондықтан біздер оны жоққа шығарамыз. Бұл адамның сипатынан деп айтамыз. Біздер айтамыз, егер де біріншіден осылай рахманы тафсирлеу дұрыс емес деп айтамыз. Рахманың тафсирі бұл рахма. Неге сіз мейл иля хайр деп, неге жақсылыққа жаңағындай мейл қылу, бұрылу деген, жақсылыққа бет бұру деп неге сендер айтасыз? Жоқ, рахма ол мейірімділік. Екіншіден, егерде рахманы жоққа шығаратын болсақ, онда сіздер қалау сипатын бекітесіз ғой деп. Ал қалау ол тек қана жақсылықты қалау болмайды, жамандықты да қалау болады. Онда қалау сипатын бекіту сізге лайықтырақ, сіздер қалау сипатын да жоққа шығару керексіз деп айту керекпіз, түсінікті ма? Егер қалауды бекітетін болсаңыз, онда дәл солай мейірімділікті яғни тіпті бекіту керексіз да. Себебі мейірімділікте жамандыққа мейл деген жоқ та, түсіндірсіз ба? Сондықтан бұлар ар-рахман, ар-рахим есімінің ішіндегі рахма сипатын осылайша жоққа шығаруға болмайды. Ар-рахман, ар-рахим, малики яумиддин. Малики яумиддин, яғни қиямет күнінің патшасы. Малик деген патша, яғни иесі. Неге қиямет күніне Алла субхана тағала осы дүниенің патшасы емес па не? Патшасы. Бірақ неге қиямет күнінің патшасы деп айтты? Малики яумиддин деп. Неге айтты дейді? Себебі қиямет күні ол патшалықты Алла субхана тағаланың яғни басшы екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Осы дүниеде мен бүкіл әлем патшасы деп айтып фирауындар шығады. Мен бүкіл әлем патшасы деген патшалар шығады. Мен бүкіл нәрсені басқарамын деген патшалар шығады. Осы дүниеде Алла субхана тағала оларға дым істемейді. Бірақ қиямет күні олар Алла субхана тағаланың патшалығын жоққа шығара алмайды. Және өздеріміз сондай ұлымыз, патшамыз деп айта алмай қалады. Сондықтан Аллах табарака тағала малики яумиддин деп айтады. Басқа аятта лиманил мулкул яум лиллахи ал-вахидил қахар деп айтады. Бүгінгі мүлк кімдікі деп айтылады? Аллахқа, жалғыз Аллахқа, қахар Аллахқа, яғни күш құдіреті толық Аллахқа деп айтады. Ешкім бұл күні Алла субхана тағала патшалығын жоққа шығара алмайды. Малики яумиддин. Дин деген, яумиддин, яғни қиямет күні, яумиддин, дин күні деген жаза күні. Яғни жақсылық жасаған адамға жақсылықпен беріледі, жамандық жасаған адамға жамандықпен беріледі. Және де бұл үш аятта, немесе альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, бұл үш аятта құлшылықтың үш тірегі бар. Бұл махаббат, және де үміт ету, және де қорқу. Себебі әрбір адамның құлшылығы осы үш тіректе тұрады. Яғни Аллах субхана тағала жақсы көрмеген адам Аллахқа құлшылық қылмайды. Және де Аллахтың мейірімділігін, Аллахтың сауабын үміт етпеген адам Аллахқа құлшылық қылмайды. Және де Аллахтың азабы мен ашуынан қорықпаған адам Аллахқа құлшылық қылмайды. Сондықтан осы үш аятта осы ғибадаттың үш түрі жиналған. Және де олардың ең негізгісі ол махаббат. Ал ража және де хауф, яғни үміт ету және де қорқу, бұлар жаңағындай екеу бірдей болу керек деп айтады. Яғни ғалымдар оны бір құсқа теңестіреді. Махаббат деп айтады, бұл құстың басы дейді. Егер де құстың басы болмаса, құс та болмайды дейді. Ал ража, яғни үміт ету және де қорқу дейді, бұл екі қанаты сияқты. Егер де бір қанаты қаттырақ болып кетсе, күштірек болып кетсе, құс құлайды дейді. Яғни егер де қорқыныш қатты болып кетсе, біздер адасамыз.
немесе үміт қатты болып кетсе, біз адасамыз. Неге? Себебі үміті көп адам Алла субхана тағаланың алдында күнә жасауға ұялмайды. Күнә жасайтын болып қалады. Үміті көп. Аллахтың мейірімділігіне үміті өте көп болып кетеді. Ал Алла субхана тағаладан қатты қорыққан адам ол керісінше, бұл құнутқа кіріп кетуі мүмкін. Аллахтың мейірімділігінен үміт үзуге дейін бару мүмкін да ондай адам. Немесе басқа адамдарға қаттылық таныту мүмкін. Сондықтан бұл нәрсенің түгелі бізде бірдей болу керек. Үмітпен қорқу. Тек қана ғалымдар айтады, тек қана кейде үміт көбірек болуы мүмкін. Қашан мысалы адам өлім ауруында болса, ол кезде оған үміт аяттарын көбірек оқу керек, мейірімділік аяттарын көбірек оқу керек. Ол жерде Аллах мейірімділігін үміт етсе, проблема жоқ деп айтады. Ол өлейін деп жатқан адам дейді. Немесе қатты күнәға батып кеткен адам, оған керісінше қорқынышты көбірек еске салдырту керек деп айтады. Ал негіз екеуі бірдей болу керек деп айтады. Сондықтан бұл осы жерге дейді. Ияка нa'буду ва ияка настаин деп айтады. Біз саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана пана тілейміз деп айтады Аллах табарака ва тағала. Яғни ияка нa'буду саған ғана, яғни сеннен басқа ешкімге құлшылық қылмаймыз. Ияка настаин сеннен ғана пана тілейміз, басқа ешкімнен пана тілемейміз деген мағына шығады. Себебі Алла субхана тағала нa'будука ва настаину бика деп айтпады. Ияка нa'буду деді, ияка настаин. А бұл араб тілінде жаңағындай шектеуді білдіреді. Яғни тек қана саған дегенді білдіреді. Құлшылық қыламыз, тек қана сенен пана тілейміз деп айтады. Және де бұл жерде, бұл аятта Алла субхана тағала истиана құлшылықтан ба, құлшылықтан емес па? Неге истиананы бөлек шығарып қойды? Истиананың маңыздылығына, құлшылықтың ең негізгі түрі екендігіне. Сондықтан Анас радиаллаху анхуның хадисіне және Нұман ибн Баширдің хадисіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп айтады: "Ад-дуа мухул ибада" деп айтады. Дуа бұл ғибадаттың тірегі десек болады, иә? Немесе ад-дуа хуал ибада деп айтады. Дуа бұл ғибадат, яғни нағыз ғибадат бұл дуа. Сондықтан солай келді. Және де неге? Және де дуаның екі түрі болады. Шейхул Ислам Тайми айтады, дуаның екі түрі болады. Дуаул ибада, дуаул мас'ала дейді. Яғни ғибадат дұғасы және де сұрау дұғасы. Сұрау дұғасы біз өзіміз күнделікті сұрап жүрген Аллахтан бір нәрсе сұрайтын болсақ, бұл сұрау дұғасы. Бірақ та сұрау дұғасының өзі дуаул ибаданы қамтиды. Неге? Себебі бізде үміт бар. Біз дұға сұрап жатқан кезде ықылас болу керек. Біз дұға жасап жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сәйкес болу керек. Сондықтан әрбір дуаул мас'ала, яғни сұрау дұғасы дуаул ибаданы қамтиды. Және де дәл сол сияқты әрбір дуаул ибада дуаул мас'аланы қамтиды. Қалайша? Себебі яғни құлшылық жасайтын адам жүрегімен Алла субхана тағаладан Аллахтың мейірімділігін тілейді, және де Аллахтың сауабын тілейді. Бұл да бір дұғаның түрі сияқты. Ауызбен айтпаса да дене мүшесімен көрсетіп тұр Аллахқа мұқтаждығын, және немесе Аллахтың ашуынан қорқып алыстауды талап етеді, ашуынан алыстауды және Аллахтың азабынан алыстауды талап етеді. Бұл да не? Дуаул ибаданың, яғни әрбір ғибадаттың дуаул мас'аланы қамтитындығына дәлел. Және де бұл ияка нa'буду ва ияка настаин дегеннен біз алатын тағы да бір пайда Шейхул Ислам Тайми айтатындай, дуаул ибада біз ғибадат қылатын болсақ, біз Алла субхана тағаладан: "Ей Аллах, саған ғана құлшылық қыламыз, және де сол құлшылық жасауда сенен көмек сұраймыз" деген мағына шықты да. Сенен көмек сұраймыз. Сондықтан біздер әрдайым білу керек нәрсе, біз қандай да жақсылық амал жасасақ, қандай да құлшылық амал жасасақ, бұл біздің күшімізбен болып жатқан нәрсе емес. Бұл біздің күшімізбен болып жатқан нәрсе емес. Бұл Алла субхана тағаланың тауфиқымен ғана болып жатыр. Алла субхана тағаланың тауфиқымен ғана болып жатқан нәрсе. Сондықтан біздер Алла субхана тағаладан көмек сұраймыз. Сондықтан муаззин хайя аля сала, хайя аля фала дегенде біз алдап айтамыз: "Ла хаула ва ла қувата илля билла" дейміз. Яғни намазға келіңдер, жаңағындай неден құтқаруға келіңдер деп жатқан кезде муаззин біздер дейміз: "Ла хаула ва ла қувата илля билла". Яғни біз өзіміздің күш қуатымыз жоқ екендігін айтамыз. Яғни Аллахтың тауфиқы болмаса, Аллахтың күш қуаты болмаса және тауфиқ болмаса, біздер ол намазға бара алмайтын едік. Қанша адамдар бар, хайя аля сала, хайя аля фала деген кезде күнә жасап жатырады, басқа жаман нәрселермен айналысып отырады. Біздер болат болса, тұрып
дәретімізді алып намазға барамыз, мешітке барамыз. Бұл Алла субхана тағала нығметі. Сондықтан әрдайымда біздер Алла субхана тағаладан дұға сұраған кезде көбінесе дүниені сұраймыз, да? Бірақ ең дұғаның жақсы Алла субхана тағала бізді құлшылықта бекіту. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам анағыл деп айтады: ихрис аля ма янфаук вастаин билля ва ла та'жазан деп айтады. Яғни саған пайда алып келетін нәрсеге тырыс деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Және де Аллахтан көмек сұра. Бұл не деген сөз? Яғни біздер дүниелік мәселе болсын, діни мәселе болсын, ілім болсын, амал болсын, дағуат болсын, сабыр болсын, бұл түгел нәрсеге тырысу керекпіз. Себебі ол нәрсені түгел бізге пайда алып келеді. Даже бизнеске де біз тырысу керекпіз. Бизнес, сауда, себебі ол нәрсемен біздер тыныш құлшылық жасай аламыз, бала шағамызды асырай аламыз, адамдардан мұқтаж, адамдардан сұраудан алыстаймыз. Ол да жақсы ниеттер түгелі. Бірақ біз оны жасап жатқан кезде өзіміздің күш қуатымызға сенбеу керекпіз. Себебі пайғамбар Мұхаммад нал деді: ихрис аля ма янфа вастаин билля, Аллахтан көмек сұра дейді. Себебі сен қанша тырыссаң да, Алла субхана тағала саған көмек бермесе, Алла саған тауфиқ бермесе, сен оған жетпейсің. Содан кейін ал дейді пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам: уәлә та'жазан дейді. Және де әлсіздік танытпа. Не деген сөз? Жетпей қалсаң, шықпай қалса, адам Фатиха сүресін үйреніп жатқан кезде шықпай жатыр. 3 күн, 4 күн үйренсе, бір қатені қайталап жатыр. Аллахтан көмек сұраса да шықпай жатыр. Пайғамбар Мұхаммад болды таста деді ма? Жоқ, уәлә та'жазан деді. Әлсіздік танытпа деді. Әлсіздік танытпа деп айтады. Дәл сол сияқты дүниеуи нәрседе бір нәрсе шықпай жатса, пайғамбар Мұхаммад қайттан тұр да жалғастыра бер дейді. Ілімде бір нәрсе болмай жатса, қайттан тұр да жалғастыр дейді. Құлшылықта да дәл солай. Сондықтан біздер білу керекпіз, Алла субхана тағаладан құлшылық жасауға бізге көмектесін деп сұрау керекпіз. Ияка набуду ва ияка настаин ихдинас сиротал мустақим. Бізді тура жолға сал. Сиротул мустақим деген тіке жол. Мустақим деген тіке жол. Оның қарама қайшысы тариқун му'важ, яғни қисық жол. Біздер білеміз, екі нүктеге жеткізетін ең қысқа арақашықтық бұл екі нүктенің арасындағы тіке линия, тіке сызық. Егер қисық болса, ол ұзын болып кетеді. Түсіндірсіз бе? Сондықтан сиротул мустақим деп айтты Алла субхана тағала, сиротул мустақим. Ал сиротул мустақим деген не дейтін болсақ, сиротул мустақим деген не деп айтатын болсақ, бұл туралы салафтардан әртүрлі пікірлер келген. Біреулер айтады, сиротул мустақим бұл ислам деп айтқан. Біреулер айтады, сиротул мустақим бұл Құран деп айтқан. Біреулер айтады, сүннет деп айтқан. Біреулер айтады, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Біреулер айтады, Абу Бакр, Умар деп айтқан. Бұның түгелі әртүрлі, яғни хилаф деген сөз ба, бұл аяттың тафсирінде жаңағыдай ғалымдардың пікірі әртүрлі деген сөз ба, немесе бір пікір ме? Бір пікір, бұның түгелі бір нәрсе. Шейхул ислам Тайми айтады, бұл сөздердің түгелі бір мағынаны қамтиды дейді. Себебі сиротул мустақимді ислам дейтін болсақ, ислам Құран мен сүннетпен келген дейді. Құран деп айтатын болсақ, Құран бізді исламға шақырады және де сүннетке шақырады дейді. Сүннет дейтін болсақ, сүннет исламға шақырады және Құранға шақырады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам дейтін болсақ, ол Құран мен сүннетпен келген деп айтады. Абу Бакр, Умар дейтін болсақ, бұлар Абу Бакр мен Умар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жолынан басқа жолмен жүрмеген деп айтады. Сондықтан бұның түгелі бір мағына деп айтылады, бір мағына. Сондықтан сиротул мустақим осы. Енді сиротул мустақим бар бізде, және де ғайрил мағдуби алейхим ва лад-далин дейді. Сиротул мустақим, сиротул лазина ан'амта алейхим. Бұл сиротул мустақим Алла субхана тағала өзінің мейірімділігіне бөлеген адамдарды. Ан'амта алейхим. Яғни сен Аллах оларға нығмет берген. Яғни сен сиротул мустақимында болған адамдар. Кімдер олар? Басқа аятта айтылғанда сиротул лазина صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا деп айтады Алла субхана тағала. Яғни ан'амта алейхим, сол Аллах нығметке бөлінген құлдар деген пайғамбарлар, шыншылдылар, және де салихалылар, және шухадалар, және де бұлар қандай жақсы, яғни жаңағындай не рафиқ деген яғни жоқындос компания, қандай жақсы сондай араласатын адамдар деген сияқты. Бұл кімдер олар? Бұлар ілім мен амалды жинағандар. Ғалымдар айтады, бұлар ілім мен амалды жинағандар. Яғни бұлар ақиқатты біліп, ақиқатқа амал жасағандар.
ақиқатты біліп ақиқатқа амал жасағандар. Ғойрил мағдуби алейхим валаддалин дейді. Және де сенің ашуыңа ұшырағандар емес, және де адасқандар емес. Кімдер ашуға ұшырағандар? Ақиқатты біле тұра ақиқатқа амал жасамайтындар. Валаддалин, адасқандар, ақиқатты білмейді, өздері жаңа жол тауып алады да сол жолмен Аллахқа жақындағысы келетіндер. Бұлар адасқандар дейді. Сондықтан тура жолға түскісі келген адам бұл тек қана іліммен шектелмейді. Бұл амал жасайды іліміне. Немесе тек қана амал жасамайды, ілімсіз, білмей. Бірақ бірінші ілім алады, сосын сол ілімге сәйкес амал жасайды. Осылар не? Сиратул мустақимде болған адамдар деп ғалымдар айтады. Сондықтан ғалымдар не дейді? Лейса ал-илму касратур риуая деп айтады. Ілім көп мағлұмат білу емес, көп хадистер, көп асарлар білу емес дейді. Иннамал илму дейді, хошиятулла дейді. Расында ілім дейді, бұл Аллахтан қорқу. Яғни кішкене хадисті алдың ба, сол хадиске амал жасау. Бір сәләфтардың өмірінен мысал, имам Ахмад рахматуллахи алейхи, бұл әрбір білген хадисіне амал жасайтын болған. Имам Ахмад неше хадисті жатқа білетін болған? Миллион хадис жатқа білетін болған. Миллион хадис жасап. Ол айтқан, мен өз өмірімде әрбір жаттаған хадисіме бір рет болса да амал жасап көрдім деп айтады. Имам Ахмад айтады. Сондықтан ол хиджамаға мұқтаж емес, бірақ хаджамға барады, жаңа хиджам жасайтын адамға барады да, хиджам алдыртады да 1 динар береді. Хадиске амал жасау үшін. Түсінікті ме? Хиджамаға мұқтаж емес. Хиджамаға барады да тек қана хадиске амал жасау үшін. Не үшін? Себебі бұл өзіне солай манхаж қойып қойған. Яғни мен жаңағындай нені үйренем, ілімді үйренем, және оған амал жасаймын. Осымен сура Фатиханы бітірдік. Негізі бүгін мына қысқа сүрелердің де тафсирін тез оқып шығамыз деп ойлап едім. Бірақ үлгеремейміз. Аллаху алейм, саллаллаху аля набийина Мухаммад.